Демеген сайын басқа шығады да бұлар ше. Жасың кішкентай ғой, кішкене Жетті болды. Болды, рахмет. Екеуіңіздің пікірлеріңіз керек емес маған. Аян. Мына жерде ше, жаңа айтылып жатыр ғой, Еркеғали жақтан. Бұл таза тікелей Ғалымжанның кесірінен жылап қалды қыз деп ше. Мен олай ойламаймын. Мына жерде негізінде көбісі дұрыс түсінбейді. Ол жаңа жігітке сенбегендіктен сөйтіп жылап қалды деп айтып жатыр. Негізінде барлығымыз адамбыз ғой. Жан-жақтан естіген нәрсені, даже біз еркек бола тұра, жан-жақтан біреу сенің қасындағы қызың туралы бір бәле десе, конечно, қайтарып тастайсың ол адамды обратно. Бірақ сенің ана нәрсені ойланып жүресің да. Дәл Ғалымжандікіндей жағдай, мысалға алдында бізде ортаға шықтық, жан-жақтан неше түрлі әңгімелер келіп жатыр. Айдана, сен басылып қалғансың, анау-мынау деген сияқты ше. Одан кейін мысалға Айдана маған сенеді, мен оған сенемін, ол рас. Бірақ шыққаннан кейін мынандай әңгімелер, кішігірім әңгімелер болсын, ойда қалады да. Мен шынымен басылып қалғанмын ба? Деген сияқты әңгімелер ше. Ол қыз болғаннан кейін эмоциональный болады, сондай нәрселердің бәрін ойланады. Ғалымжанның жағдайында да мен сол нәрсені көремін. Бізді мүлдем салыстырмаңыздаршы. Олар өздері екеуі де тұйық адамдар, серьезный адамдар да. Олар махаббаттарын солай көрсетеді. Сондай тұйық түрде көрсетеді. Біз кішкене эмоциональмыз, біз кішкене эмоциямен көрсетеміз. Бірақ екеумізде де әр отношение бөлек, әрқайсысында махаббат бар. Мен ойлаймын, бұлардың арасында жан-жақтан осы жерде айтылып жатқан әртүрлі мнениялардың түсуі деп ойлаймын да мен шынымен. Өйткені ол нәрсе қатты әсер етеді. Қай жағынан қарап көрсеңіздер де қатты әсер етеді. Айтқан кезде кішкене ортасына бір іріткі салып кетпесін, мыналарға бір осы айтатын нәрсем сәл зиян тиіп кетпесінші деп айтсаңыздар болады ау деп ойлаймын негізінде. Аян, мынаны қарашы, сен айтып жатсың да Еркеғалидің сөзінде Назымды тікелей ренжіткен Ғалымжан деп. Ғалымжанның өзі де мойындап тұр ғой. Алдыңғы эфирде артық айтылып қойған сөзіне ол жылап қалды. Мен Назымды танитын адам ретінде айтайын, ол әшін жылай бермейді. Көңіліне тиетін нәрсе сол кезде Ғалымжаннан шығып кеткен екен, жылап тұрғаннан кейін Ғалымжан тікелей кінәлі болып тұрған жоқ па енді? Еркеғали, сен оны кішкентайынан танимын деп жатсың ғой, иә? Бірақ ол қызды сен отношенияда қандай екенін білмейсің ғой сен. Жоқ, мен көзбен көргенімді айтып тұрмын бұл жерде. Жоқ, отношенияда ол қандай эмоциямен жылайтынын, отношенияда қай сөздер ауыр тиетінін сен білмейсің ғой. Ертеңгі күні көресіңдер ғой, қазір бірдеңе білдіріп қойғанда ұрысып кетудің керегі жоқ. Ертең өз жоқтың көз жоқ деп Назым туралы айтып жатсыңдар. Ертең Назым өзі келсе, қайтадан Ғалымжан кешірім сұрап алдында қайт бұл жолы Назым жылап отырса, ол кезде Ғалымжан жылап отырады, көресіңдер ғой сендерге айтайын. Жоқ, Еркеғали өйтіп бір Ғалымжан жылап отырады деп сен өз сөзіне уверен айтпай-ақ қой. Сенен қарағанда сен ладно, сыртта араласатын дос шығарсың, мүмкін бала кезден өскен дос шығарсың. Бірақ соңғы осы 2-3 айда Назыммен сен өйтіп жақын түрде араласқан жоқсың, дұрыс па? Сол жағдайдан кейін Ғалымжан мен Назым сөйлесті, не жағдай болып жатыр? Барлығын бұл жерде Ғалымжан біледі. Саған қарағанда Ғалымжан біледі. Сен просто өйтіп өткір пікірлермен оның үстіне келіп одан сайын жұдырық болып тиіп жатсың да. Бұл жерде сен жігіт ретінде жігіттігін танытып, керісінше сен білесің ғой, отношения жігіт бала, ер бала қандай болатынын. Қыз жылап қалған кезде өзің айтпасың, Назым таниын деп. Назымның соңғы жағдайда отбасылық жағдайларын білесің, не болып жатқанын. Дұрыс қой. Енді сен келесіңде тікелей Ғалымжанға келіп сырттайсың. Жоқ, мен айтып жатқан жоқпын, Ғалымжаннан жақсы Назымды танимын деп айтып жатқан жоқпын. Бірақ Ғалымжан өз сөзінде айтты ғой, өз сөзінде менің сол сөзіме ренжіп қалды деген сөз. Жауап берейінші, қай сөзімді, не деп айттым мен? Жаңа айттың ғой сен, эфир басталған кезде Назымға бір сөз айтылып кетті. Содан кейін ол кішкене көңіліне мен айттым оны, сен жылапсың дедің ба?